Өзбекстан Республикасы ветеринария һәм шаруашылықты рауажландыру комитеті басламасымен комитет құрамындағы жоғары оқу орындарында, академиялық лицейлер һәм техникумлар жастар арасында дәстүри 4-ші республикалық жастар форумы һәм республика пән олимпиадасы 2025 жыл 1-3 апрель аралығында Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нүкіс филиалында өткерілді. Жастар форумы һәм пән олимпиадасы шеңберінде республикамыздан жәмі 2000-нан астам жастар қамтып алған халда 20-дан астам көрік таңлау, ұшырасу һәм спорт жарыстары өткерілді. Атап айтқанда, республика пән олимпиадасы шеңберінде филиалдың 2 студенті 1-ші орынды иеленген болса, 4-ші республикалық жастар форум шеңберіндегі ләжларда филиалдың Заковат, Мұназара һәм талабалар театр студиялар сайланды командалары 1-ші орынды иеледі. Сондай-ақ форум шеңберінде филиалдан шығармалар таңлауында Ерімбетова Жұлдыз, сондай-ақ суретлеу өнері бойынша Реймбаева Дилдаралар 1-ші орынды жеке тәртіпте иеледі. 4-ші республикалық жастар форумы һәм пән олимпиадасы бойынша жеңімпазларды сыйлықлау кешесі шөкіместіріліп, 100-ге жақын жастарға диплом һәм қымбат бағалы сауғалар тапсырылды. Форум шеңберінде Мойнақ районына, Арал теңізі ұлтанына сексеуіл нәлілерін егу ілажы шөкіместірілді. Бұл ілаж давамында жәмі 5000-нан астам сексеуіл нәлілері егілді.